Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданы өңірінде 1841 жылы дүниеге келген. 4 жасында әкесі қайтыс болып, атасы Балқожаның қолында тәрбиеленеді. 1850 жылы Орынборда ашылған мектепке қабылданған 30 қазақ баласының бірі 9 жасар Ыбырай болған. Ыбырай Алтынсарин 1857 жылы оқуын өте жақсы бітіріп, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған еліне тілмаштық қызмет атқарады. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының өте ынталы екенін жақсы көріп, қоғамда әділетсіздікке қарсы күресу үшін ел ішінде өнер-білім тартуын кеңейте беру керек деп ұйғарады. 1879 жылы Ыбырай Торғай облысы мектептерінің инспектор қызметіне тағайындалады. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебінің ұйымдастыруы қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алады. Оның ағартушылық аса зор еңбегі педагог, ақын, жазушы, аудармашы және публицист. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы қайтыс болған. Оқу, білім алу, еңбекті сүю және қадірлеу Ыбырай шығармаларының негізгі тақырыбы. Келешекке сенім мол. Ыбырай өмір көркі, болашақтың иесі жастар деп ұқты. Сондықтан да ол қазақ жастарын оқу, өнер, білім, техниканы игеруге шақырды. Ыбырай Алтынсариннің төл әңгімелері мазмұны жағынан ұтымды келеді. Осыған орай Қыпшақ Сейітқұл, Киіз үй мен ағаш үй тәрізді новеллалары тілге тиек етуге болады. Бұлар мен үндес, аурудан аяған күштірек, асыл шөп, шеше мен бала, бай мен жарлы баласы, таза бұлақ, тағы басқа әңгімелері әсерлі де көркем шығармалар. Кел балалар оқылық. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алдылап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Ey dostlarım, жігіттерім, болмасқа болушы болма, қолыңнан келсе қыл қайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәндетті, бір көруін қаныбетті, жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап, аққа ақта, өзіңнің түсер қасына, ақылсыз жанды досым деп, басымды қосып сыр айтпа. Ыбырай Алтынсарин шынайы бір ақын 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин 3-4 жасында әкесі Алтынсарин қайтыс болып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленген. Атасы Балғожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ыбырай Алтынсарин мектепті өте жақсы бағамен бітіріп, 1859 жылы өзінің туып өскен жерінде тілмаштық болып жұмыс істеген. Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын кел балалар оқылық, өзен, әй достарым өлеңдері. Ыбырай Алтынсариннің осы шығармаларының бір өлеңі өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғыздар. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұққанша жылдан хабар алғыздар. Аты жоқ
жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құспай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені келді жалықпай. Білген жерге осылар, бәрі дағы анықтай, білмейтінге танытпай. Бізге бекер жұқпайды, осыларға таныспай. Ыбырай Алтынсариннің 1889 жылы 29 шілде айында 47 жасында дүниеден өтті. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап тауын тасты ақыраған. Көңіл суың істен ашылады, денеңде бар дертті қашырады. Өскен оттай жанып, жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Қынарды тілсіз тұрған торғайлар